Мен Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы Каспий жоғары педагогика және салалық технологиялар колледжінің педагогика және психология пәнінің оқытушысы Хайруллаева Алия Базарбаевна. Мұғалім ең алдымен оқушы үшін білім нәрін құюшы ізгілік иесі, өмірлік тәжірибелерді үйретуші тәлімгер, адамгершілікке баулитын тәрбиеші психолог екені сөзсіз. Ұстаз ол көшбасшы. Менің алға қойған мақсатым сапалы білім беруде жаңа технологияның әдіс-тәсілдерін тиімді пайдалана отырып, оқушылардың ізденімпаздық, зерттеушілік, шығармашылық қабілеттерін дамыту. Кәсіби біліктілікті арттырудың жаңа мүмкіндіктерін ашу жолында облыстық семинарларда еңбек жолындағы өз тәжірибелеріммен де бөлісіп отырамын. Оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын дамыту мақсатында сабақтарында электронды оқулықтарды, интерактивті тақтаны, тірек сызба нұсқаларды, сыни тұрғыдан ойлаудың стратегияларын тиімді пайдалана отырып, оқушыларды өздіктерінен шығармашылық ізденіске бағыттаймын. Осы жұмыстарымның нәтижесінде студенттерім қала, облыс, республика көлемінде көптеген ғылыми конференцияларға белсене қатысып, жүлделі орындардан көрініп жүр. Міне, менің де ұстаздық еңбек жолында жүргеніме 10 жылдың жүзі болыпты. Болашақ мамандарды білім нәрімен ғана сусындатып қоймай, тәжірибелік сабақтарына жетекшілік міндетімді адал атқарып келемін. Студенттердің тәжірибе барысында жоспар бойынша атқарылатын жұмыстарын қадағалаумен қатар, таңдаған мамандықтарына деген қызығушылықтарын арттыру жолында машықкерлерге үлгі сабақ тұрғысында Айназ балабақшасы тәрбиешілеріне арналған ұрпақ тәрбиесі ұлт болашағы тақырыбында психологиялық тренинг өткіздім. Өндірістік тәжірибеден өтіп жүрген студенттерге мақала жазуға педагогикалық тұрғыда көмек көрсетуді де маман ретінде міндетім деп санаймын. Осы тұрғыда студенттер педагогикалық тәжірибені үйреніп қана қоймай, өз жұмыстарын республика көлемінде ғылыми әдістемелік журналдарға мақала ретінде түсіріп отырады. Әлемді әбігерге салған коронавирус пандемиясы Қазақстанға да өз әсерін тигізді. Басқа салалармен қоса білім беру салалары да онлайн оқу форматына көшірілді. Әрине бұл жағдайда қажетті интернет ресурстарын тиімді пайдалану үшін ата-аналарға үлкен қолдау керек болды. Осыған орай Каспий зияткерлік мектеп бақшасына барып, онлайн форматында білім алуда кездесетін кедергілердің алдын алу және болдырмау жолдары туралы түсіндірме жұмыстарын жүргіздім. Денсаулық табиғаттың адамға берген ең басты құндылығы. Салауатты өмір салтын сақтау басты ұстанымым. Сондықтан да еңбек етумен қатар спортпен айналысуды жаныма жақын ұстадым және шәкірттеріме де үнемі спортпен айналысуға кеңес беріп жүремін. Ұстаз болу өз уақытын аямай, өзгенің уақытын аялау деп Мұхтар Омарханұлы Әуезов айтқандай, уақытпен санаспай баланың болашағы үшін аянбай жұмыс жасасақ, еңбегің еш кетпейді деп түсінемін. Бүгінгі жас ертеңгі ел тізгінін ұстайтын тұлға. Алдындағы әрбір шәкіртімнің жеке қабілетіне және кәсіби біліміне сай тұлға болып қалыптасуына, еліміздің өсіп өркендеуіне сүйіспеншілігін оята алсам, мен өзімді бақытты ұстаз санаймын.